Assalamualaikum. Qadırmende meni YouTube'da көрермендерім. Қараңыздар, енді мына жерде біз қазір колеса жақ сайт бар ғой, сол сайт арқылы іздеп келе жатырмын. Мынау мен бүгін азанда аукционға барам деп ойлағанмын. Бірақ енді мына Kia Kves 2018-19 жылғы машинадан басқа жоқ болғаннан кейін оған енді мистер Пак ағамыз кетті. Сол кісі барып қарай береді. Бірақ енді бізге мынау басқа машина түсіріп жатыр. Сол себепті бүгін де қырғау кетірмейін. Күнделікті мынау машинаның оту жағы не жағы ол енді күнде болып жатқан тірлік қой. Сол себепті мына жаққа келіп арнайы өзімнің керек машиналарым бар. Электрокар Hyundai Ioniq деген машина. Негізі сол үшін іздеп келгенмін, бірақ мына жақта кәдімгідей выбор көп екен. Енді мынау Кореяның ішіне сатып алғанға жақсы, және мынау басқа мемлекеттерге, мынау Қырғызстан бар, Тәжікстан деп жатыр, басқа мемлекеттер. Жақсы екен. Енді қазір көрейік, қазір бастыққа звондайын. Енді мынау алыстан кетқаннан кейін бір түсірмеске болмады. Мынау алаң. Енді бұл жақта жылы ескі машина, жылы жаңа машина барлығы бар. Жоғары жақтың барлығы офис. Жылы жаңа болса, жылы ескі болса да бұлардың барлықтарын мынау химчисткадан өткізіп, химчисткада өткізетін деген бір жаман нәрсе емес қой. Жалпы баллондарын жуып дегендей жуып шайып, жап-жаңа тап-таза қояды. Қараңыздар. Машинаның барлығы кәдімгідей жаңа состояние. Мынау енді 2017-ке ұқсағанымен, бұл енді 2014-15-тен бастап осындай кузов болды ғой. 2015-тен бастап екен. 2015-тен бастап осындай кузов. Бірақ енді қараңыздар, кәдімгідей 2017-нің кузовы. Мына осындай эмблемасы бар. Мына сайттың несі енді ашылмайды. Бірақ ішінде монитор, кәдімгідей комплектациясы жақсы сияқты. Мына Sonata CVVL Kia Forte Avantino бұрынғы дизайн. Мына жерде кәдімгідей фарасы мықты. Негізі маған өзі осы Avantino ұнайды. Бірақ енді бұл ескі кузов қой, 2010. 20 ма қаншаның пробег жүрген. Аспан көк. Кәдімгідей жақсы дизайн. Электрокардың дизайны ұқсап кеткен. Енді Кореяның ішінде машинамен айналысатын жігіттер осы жерден машина қарасаңыздар болады. Немесе машина сатып алғысы келген жігіттер осы жерден сатып алсаңыздар болады әрине. Мына Kia Kves. Kia Kves'те жалпы 2018-19-да осы дизайн, бірақ сәл өзгешеленген. Рестайлинг бара жақтарына заводской газ дейді. 2014 жыл екен. SM7 бұл неге ұқсап кеткен? Nissan Tianaға ұқсап кеткен. Бірақ та бұл Samsung SM7. Енді біздің бұрынғы кезде правительство машина дейді ғой, қалай енді орысша енді сөйтіп айтады. Енді қазақшасы тек қонақтарды күтіп алатын дей ме, қалай? Бұрынғы кезде 2005 жылғы 2004 жылғы кезде ең қымбат машина болған Кореяда. Бұл есік терезе шашылмайды. Бұл енді кезінде ең мықты. Бұда комплектациясының барлығы бар. Подогрев сиденье барлығы, каждый кнопка клавиши сиденье барлығы бар. Содан бері бұл машинаны кәдімгідей сыртқы кузов деталь сырылмаған жақсы состояние ұқсайды. Себебі бұл машинаны енді айдайтын адамдар қатты көңіл бөліп айдайтын болу керек. Мынау 2010
12 немесе 2005-2004 қараңыздар, екеуі де бірдей. Бірақ мынаның сүйегі кәдімгідей қатты. Прочность мықты әлдеқайда. Ал енді біз ішке кірейік, баспен сөйлесейін. Біздің Ионик машинасы немесе 18-19 қандай машиналар бар, барлығын біле жатармыз.